Бұл Атырау өңірінің тазалығын, соның ішінде қала тұрғындарына қызмет көрсететін бірден бір мекеме спецавтобаза жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олардың жұмысы Атырау қаласының және қалаға қарасты ауыл-аймақтың тазалығы, санитарлы залалсыздандыру жұмыстары, тұрмыстық қалдықтарды жинау, ауыр құрылыс заттарын алу сынды тағы басқа көлемді істер. Бүгін біз спецавтобаза мекемесімен танысып, жұмысқа қалай әзірленетінін білеміз. Бүгін жолшылар таңғы 5-те күнмен таласып, қызметіне кірісті. Әуелі арнайы жұмыс парақшасын алып, медициналық тексеріс, алкотест тапсырып, жұмыстарына кірісті. Назар аударсаңыздар, қызметкерлердің қолында планшет бар. Елімізде 3 қала тазалық жұмыстарын жүргізу үшін цифрлық жүйеге ауысқан. Олар Астана, Алматы және Атырау облысы. Бұл планшеттің көмегімен тазалайтын орынды тазалағанға дейін және тазалағаннан кейінгі суретті түсіреді. Осылай сіздер көріп тұрған көк шеңбершелер жасыл түске ауысады. Яғни жасыл түс тазаланған жер екендігін білдіреді. Осылайша үлкен жүйеде атқарылған және атқарылмаған жұмыстар бірден көрініс табады. Спецавтобаза мекемесінде қала жұмыстарына күніне 80-ге жуық көлік қызмет жасайды. Трактор, су сорғы, қатты тұрмыстық қалдықтарды алатын арнайы техника және тағы басқа көліктер тұрғындардың игілігіне жұмылдырылған.